Бұрын кішкентай кезімізде міне дала шығатын кезде мамамыз кілем тазалатып қоятын еді, шаштарың тазалаңдар деп. Бүгін осы кілемдерді тазалап отырып алдыңғы әңгімемді жалғастырайын. Әкемнің жыры бітті, енді күйеуімнің жыры басталды деп едім ғой. Енді оған подругам қосылды. Ал енді бері қарай жақындап отырыңдар. Бірақ осы видеоны подругам көріп отырса ше, осы видео арқылы кешірім сұрайыншы. Ал енді күйеуімнің таныстығымды әрі қарай жалғастырайын. Қалай танысқанымды айттым ғой, енді екінші бөлімі. Солай жігітті подружкама пихать етіп жүргенде жігіт өзіме ұрсып бермесі бар ма, солай сен менің кімді жақсы көретінімді шешесің ба деген кезде ана жерде тілімді жатып қойдым ғой. Мен ана жерде аузымды аштым да қалдым. Енді мен қайда білейін, подругама барып жүргеннен кейін мен де ойладым да, значит мен подругамда да оның ойы бар деп ше. Енді бармайтын болса жоқ, мен оны барғым келмейді деп айтпай ма басынан бері. Солай не керек, жігіт өзіме шаболды. Маған енді келесіде подругаңды өйтіп пихать ете бермеші деді. Ал әңгіменің қызығы мына жерден басталды. Жігіт бір кезде айтады, мен сенде көңілім бар деп. Мен ана жерде аузымды аштым да қалдым. Менің өткен ойым жоқ қой. Мен о баламен сөйлесейін, бүйтейін деген. Менің бар ойым аналы подружкам екеуін қоссам деп жүрмін ғой. Содан не керек, бала жайлап маған келе бастады. Менің да көңілім ауа бастады деймін ба. Содан бір күні подругам айтады, что-то ана бала жоғалып кетті ма деп қояды. Содан мен оған не деп айтам? Солай айтты деп мен оған жеткізе алмадым ғой. Енді подругама не деп айтайын? Мен жақсы көріп қалдым деп айтты деп айта алмаймын ғой. Сосын айттым, білмеймін, жоқ болып кетті дедім. Ал енді қызығы подругама айта алмай жүрмін ғой, подружкама. Мен онымен сөйлесіп жүрмін деп ше. Солай айлар өтті, жылдар өтті, сөйтіп баламен сөйлесіп жүрмін. Мен жігітпен сөйлесіп жүрмін. Бірақ подружкам білмейді, ол қандай подружка десе, мен сатқымақ жасадым ба сонда. Содан не керек, аяқ асты мен квартира өзгертетін болдым. Содан подружкама айттым, мен бүгін квартирам өзгертейін деп жатырмын, давай маған көмектесуге кел дем ғой. Сөйтсем ана жігіт маған айтады, мен апарып тастаймын, өзім апарып тастаймын, машинамен келем дейді ғой. Жұмыстамын деген ғой оның алдын. Сосын мен подружкамды шақырып алғанмын ғой. Сода не керек, подружкам да келіп алған, анау да келем дейді. Соның ең қызығы, бір кезде жігітім келе жатырмын деді ғой. Сосын подружкам айтам ғой, қазір сен бір нәрсе көресің, бірақ таңғалма деп қоямын ғой. Солай не керек, заттарымды дайындап қойдым, басқа квартираға көшейін деп жатып, бір кезде подружкам келіп қойды, уже маған көмектесіп жатыр ғой, заттарымды жинасып. Бір кезде жігіт те келеді ғой. Шыға беріңдер болды деп, сөйтіп ішке қарай кіріп келген кезде подружкам шок ғой. Ана жерде қатқан күйі қатып қалды. Мама, мен ана жерде не дерімді білмей қалдым ғой. Соны айтатын бір момент болмай жүргенше, бір енді сол бұйырған уақыты шығар. Солай не керек, басқа квартирама көштім. Ана подружкам әлі шок, үндемейді, маған үндемейді, мен оған үндемеймін. Солай үндемей квартираға апарып тастады. Содан подружкам да үйіне қайтып кетті. Содан подружкам звондап екеуміз телефонмен сөйлестік қой. Барынша енді кешірім сұрап айттым, бар жағдайды түсіндіріп айттым. Подружкам да түсінді. Ол да айтады, басынан бері неге айтпайсың, мені сонша жасырып жүрсің ба соны деп. Ал сіздер бұндай жағдайда қалай шығатын едіңіз бұндай ситуациядан? Кстати, алдыңғы видеода бүткіл комментарий жауып тастаппын. Енді осы да комментарий ашық, жазып кетіңіздер.